Енді не үшін деп ойлайсыз Заңғар жаңа 9 жыл жүріп ажырасқан? Не себеп болды оған? Енді Заңғардың өзінің қалауы осы жерде қала берсін деп айтты да. Бірақ екеуі тұра келе бір-бірінің адамы емес екенін екеуі де түсінген сияқты. Сол жақсы түсінген сияқты. Содан кейін өмірін бұзбай ақ қояйын, мүмкін өзінің адамын тауып кетер деген сияқты ниетте болды. Енді сонда халық қайта-қайтана жаңағы о баста жібекке тиісті ғой, енді Индираға тиісіп қажет жоқ сияқты. Өйткені әжептәуір енді қанша сөйлесе де олар алып тастай алмайды ғой өмірінен. Ол Құдайдың өзінің маңдайына салған. Сосын мынау үйлене беретін баласы ма дейді, ол жыл сайын үйленіп жүрген жоқ қой, бір рет ажырасты. Енді біздің отбасымызда бір ажырасқан адам болған екен да, соны деген ана ажыраса беретін баласы ма деген сияқты, как будто қайта-қайта бір әйел жіберіп жатқан адам сияқты айтады да. Енді қайтсем мін табам, қайтсем кір табам дейтіндер ғой. Енді жұртты азғырып, елдің барлығын жаңағы кері пікірге бұрсам дейтіндер енді көп. Ол болмаса да болмайтын шығар, енді адам шындалмайтын шығар деп ойлаймын. Олар да керек қой. Бір негативтерде жүрмесе де болмайды. Бірақ сол мынау жастарға біздің емес, сол адамдардың азғыруы көп әсер ете ма деп ойлап қаламын кейде. Біз емес, бізден бұрын сол халықтың сөзі құртама деп те ойлап қаламын. Өйткені жаңа басталып тұр ғой, мамасының баласы деген кезде уже балаңда намысына бастайды да, уже тыңдамасам бекен дейді да, басына қиындық түскесін саған айналып қайтып келеді. Ең бірінші анасының көмектесетін сондайларын біліп, бәрібір сенің алдыңа келеді. Бұл жағы да солай сияқты. Бәрібір де айналып келгенде сенің алдыңа келіп тұрады да барлығы. Сол үшін мысалға халық қанша жерден бүйтіп сөзбен ажыратып жүргенмен садақ келіп саған жаңағы оқ саған қадала береді да, осы кісі деп неше түрлі сөзбен азғыр болады да, сосын бәрін сенен көріп шығады. Сол үшін енді біреудің отбасында болып жатқан жайттарға түсіністікпен қарап, мысалға кетті ма кетті, оған да маза беріп, оның да жүрегін ауыртпай, мысалға мен ойлаймын, мысалға ешқандай оған жамандық тілемеймін, өзінің бақытын тауып кетсе екен, бізге деген реніш болмаса екен. Реніш деген негізі адамның жолын жабатын нәрсе ғой. Реніш болмаса екен деп. Сіз ренжімейсіз бе бастысы оған? Мен оған ренжімеймін. Қазір қарым-қатынасыңыз қалай? Мен ол кезде мысалға кететін кезде барлығын айтатынды айтып жібердім мысалға. Сен егер менен кінә болатын болса, барлығын айт. Мен сені бір кезде бір жаққа жермей қойған кезім болды ма? Отырсаң опақ, тұрсаң сопақ деген кезім болды ма? Біз әйтеуір андасында келеміз, и то мен үйде болмаймын көп. Алматыда болған кезде қонақтан қонақ, жаңағы басқа уақытта ана қала мен мына қалаға ұшып жүреміз. Андасында келген кезде менің қандай зияным тиіп қойды деген сияқты. Соның барлығын мысалға сұрап, мысалға айтып, әйтеуір сосын кейін барып болмайтынына көзім жеткен кейін жарайды деп келістік. Онда жарайды, пока арада бала болмай тұрғанда өз бақыттарын табыңдар, ешқандай реніш болмасын деп.